Орнымыздан тұрайық, мойнымызды бұрайық, алақанымызды аямай қатты ұрайық, құдаларды қарсы алайық ағайындар. Міне құдалар келе жатыр. Ағайын, қай халықта да құда болу бар десек те, құдасын құдайындай сыйлайтын қазақ қана. Бұл қасиет кеше ғана емес, қазақ болғалы, қаннан қанға жалғасып келе жатқан, сүйекке сіңген қасиет. Кешегі атақты Абай мен Ділданамыз тағдыр қосқандағы Алшынбай мен Құнанбай арасындағы сыйласты. Бұл дәстүр ғасырлар емес, заманалары зымыраса да, шайқалмайтын, лайланбайтын, сейілмейтін сыйласты. Қазақ құданың асы бас, отырған жері төр деген. Ендеше сол қай ғасырдан ақ қанға сіңген қасиет бойынша жаңа құтты құдаларымызды төрімізге шақырсақ.